Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде шартты сөйлемдер деп аталатын сөйлемдердің төртінші түрі Mixed Conditionals пен танысатын боламыз. Mixed Conditionals аты айтып тұрғандай әртүрлі шақта берілген іс-әрекеттерді біріктіретін шартты сөйлем болып табылады. Мысалға, past және present біріккен кездегі сөйлем. If I had taken English at school, I would have more opportunities. Егер мен мектепте ағылшын тілін оқығанда қазір менде көбірек мүмкіндіктер болатын еді дейді. Екінші байланыс present және past екеуін орналасып тұр. If I were rich, I would have bought that Audi we saw yesterday. Егер мен қазір бай болғанымда, онда біз кеше көрген Ауdiді сатып алар едім дейді. Үшінші сөйлем present және future. If Данияр was creative, he would be sent to America. Егер Данияр креативный болғанда, онда оны Америкаға жібереді деген сөйлем. Осы шақ пен келер шақ бір-бірімен байланысып тұр. Төртінші сөйлем future және present, яғни келер шақта іске асатын іс-әрекетпен осы шақтағы оқиға бір-бірімен байланысқан. If we were going to Төреғали's concert, they would be glad. Егер біз Төреғалидің концертіне баратын болғанда, олар риза болар еді деген сөйлем. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдердің және бір түрі zero conditional туралы әңгімелейтін боламыз. Сізбен бірге болыңыздар. Ендеше